Қайырлы кеш, әріптестер. Қалдарыңыз қалай? Менің дауысым естіліп тұрса, бір плюс қоя салыңыздар. Ары қарай біз бастап кетейік сабағымызды. Ертерек уақыт жоғалтпайық. Да, сіздерде чат қосылып тұр. Так, экран көрініп, дауыс естіліп тұрса, кері байланыс жасап беріңіздер. Бірден бастап кетейік. Жақсы, түсінікті. Кеттік, бірінші тапсырмадан бастайық. Жалпы біз бүгін аудандық облыстық кезеңде келген біраз тапсырмалармен жұмыс жасаймыз математикалық бригада бойынша. Келесі сабақта біз ары қарай облыстық және республикалық деңгейдегі тапсырмаларға өтетін боламыз. Бүгін біз аудандық облыстық кезеңнің соңғы тапсырмаларымен жұмыс жасаймыз. Және сіздерге әлеуметтік желіде математикалық бригада бойынша 30 нұсқаның тапсырмаларын мен салып қойдым. Тікелей өтіп алсаңыздар болады. Егер алмаған болсаңыздар, қазір сабақтан кейін өтіп, Инстаграм парақшаға салып қойдым. Тікелей алуға мүмкіндік бар. Ол жерге біз күнделікті тапсырмалар жаңадан қоса береміз. Просто сіз негізгі сілтемеге доступ алсаңыз болды. Жақсы, бірінші тапсырмадан бастайық. Бөлінгіш пен бөлгіштің қосындысы 832-ге тең дейді. Так, егер бөліндінің мәні 29-ға, қалдық 22-ге тең болса, онда бөлінгіш нешеге тең болады деген сұрақ. Бөлінгіш и бөлгіш. Бұл жерде енді бізде бөлуге байланысты болғандықтан әріпте өрнек түрінде жазып алсақ оңай шығаруға болады. Егер мен А деген санды Б-ға бөлемін, онда бөліндінің мәні менде қанша болу керек? 29 болу керек. Және қалдығым менде нешеге тең? Бізде қалдық 22-ге тең. Енді осы жердегі заңдылық бойынша, егер қандай да бір 7 деген санды 2-ге бөлетін болсам 3 болады, және бір қалдық қалып қояды. Тура соған сәйкес біз қалай жасайтын едік? Мынада 7-ні тексеру үшін біз 2-ні 3-ке көбейтеміз, 1-ді қосып береміз, менде 7 деген сан шығады. Енді тура осы заңдылық бойынша біз мына жердегі әріптік өрнектерді бір-біріне айналдырып теңестіруге болады. Онда біз қалай жасаймыз? Ең бірінші біз бұмен 29-ды көбейтеміз. Яғни А саны Б санынан 29 есеге артық, және тағы да 22 артық екенін білеміз. Және екеуінің қосындысы белгілі. А мен Б-ның қосындысы бар. Яғни А қосылған Б тең болады 832 деген бар бізде. Бастапқы шартында берілген. Бөлінгіш пен бөлгіштің қосындысының мәні 832 деп берілген. Так, бұл жерде біз қалай есептейміз? Әрине, бізде екі түрлі таңдау бар. Біріншісі бұл арифметикалық тәсіл. Арифметикалық тәсіл енді тура бұл есепке қолдануға сәл қолайсыз. Не үшін екенін айтайын. Өйткені 29 есеге артық болғандықтан біз 29 кесінді сызуға тура келеді. Ол бізге физикалық тұрғыдан өте қиын. Сондықтан бізге бұл жерде ең оңай тәсілі әрине теңдеу құрастыру арқылы шығару оңайырақ. Так, жақсы. Теңдеу құрастыру арқылы шығарамыз. Бұл жерде қараңыздар. Ең бірінші біз теңдеу құрастыру болсын, мүмкін біз арифметикалық тәсілмен шығарамыз, бірақ бір ақпаратты ең бірінші жасауымыз керек. Бірінші қадам ол белгісіз екі айнымалыны салыстырамыз. Яғни бізге табу керек. Есептің шартында белгісіз екі айнымалы бар. Ол бізде біріншісі бөлінгіштің мәні және бөлгіштің мәні. Онда біз осы екеуін салыстырып аламыз. А мен Б-ны салыстыратын болсақ, әрине бұл жерде бөлгіштің мәні үлкен, ал бөлінгіштің мәні сандық мәні жағынан кіші Б-ның мәні. Сол себепті біз мына жақта теңдеу құрастыру барысында мынау А, мынау Б деп аламыз. Онда сандық мәні жағынан ең кіші болған мәнді белгісіз айнымалыны, оны біз әрқашан 1х деп аламыз. Б-ның мәні 1х болады. Ал А-ның мәні бізде 29 есеге артық, сондықтан бізде 29 көбейтілген х и қосылған 22 болады. Болды, мен А мен Б-ның мәнін тауып алдым. Және бізде ең басты шарт бар, ең басты шарт А мен Б-ның қосындысы 832 деген шарт бар. Біз тура соның орнына қою арқылы кәдімгі теңдеуді құрастырамыз қазір. Орнына қойып көреміз. Егер мен А мен Б-ның қосындысының мәні 832 екенін білетін болсам, онда бастапқы теңдеу құрастырудағы белгісіз айнымалылардың мәні бойынша орнына қоямын. А-ның мәні бізде нешеге тең? А-ның мәні бізде 29 көбейтілген х қосылған 22. Мынау менде А-ның мәні. Енді оған қосамын Б-ның мәні. Б-ның мәні деп отырғанымыз ол бізде 1х. Мынау бізде Б-ның мәні. Ал екеуінің қосындысы менде 832-ге тең, онда мына қосындысы да 832 болады.
Онда бастапқы берілген өрнектің мәнін біз теңдеу қарастыратын болсақ, онда 29х қосылған 22 қосылған 1х тең болады, 832 тең болады деген бізде теңдік пайда болады. Енді осыны біз ықшамдау арқылы белгісіз айнымаларды, мына жақта х-терден бізде алдында коэффициенттер әртүрлі, бірақ әріптік өрнектер бірдей болғандықтан мен 29х-ке 1х-ті қосып беремін, менде 30х шығады. 30х келесі 832-ден 22-ні азайтамын, менде 810 қалады. Онда мына жерде маған белгісіз x табу керек. Ең бірінші белгісіз x табу үшін мен 810-ды 30-ға бөліп тастаймын. Ең оңай бөлудің тәсілі, екеуінде де 0 бар. Сондықтан мен 0-дерді сызып тастаймын, 81-ді 3-ке бөлемін. Сонда 27-ге тең болады. Онда 1х-тің мәні 27-ге тең болса, ол бізде ненің мәні болады? B-ның мәні болып табылады. Яғни B-ның мәні менде 27-ге тең. Енді маған үлкен мәнді табу керек. Сандық мәні жағынан үлкен болатын. Сандық мән жағынан үлкен болатын өрнекті табамыз. Ол үшін біз орнына қоямыз. Біз қазір B-ның мәнін тауып алдық. А-ның мәнін табу үшін 29-ды көбейтеміз 27-ге, өйткені x-ке көбейтеміз, қосамыз 22-ні. Сонда бізден бұл жерде қандай мән шығу керек? А-ның мәні шығу керек. Бірден есептейміз. 29-ды көбейтеміз 27-ге, және оған қосып береміз 22 қалдықты. Сонда бізде 805 шығады. Мынау менде А-ның мәні. Болды. Есеп шықты. Сонда бізде А-ның мәні 805, Б-ның мәні 27. Яғни нақты есептің шарты бойынша жауап беретін болсақ, бөлінгіштің мәні бізде 805, ал бөлгіштің мәні бізде нешеге тең? 27-ге тең. Яғни мынау бізде 805 болады, мынау бізде 27-ге тең. Болды, есебіміз шықты. Кімге түсінікті, бірден плюс қойып жеріңіздер. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, дауыстарыңызды қосып немесе ауызша түрде, жазбаша түрде чатқа жазып жіберсеңіздер болады. Кімге түсінікті, плюс қоя салыңыздар. Сұрақ жоқ болса, ары қарай уақыт жоғалтпай келесі тапсырмаға өтіп кетеміз. Жақсы. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, дауыс қосылып тұр, чат қосылып тұр, ауызша, жазбаша түрде кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Осы тапсырмаға сәйкес. Жақсы. Кеттік ары қарай. Норм плюс дейді. Жақсы. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтеміз. Сұрақ жоқ болса, номер 2. Жалпы бөлінгіш еселікке байланысты тапсырмалар өте көп. Бөліктерге байланысты, теңдеу құрастыруға байланысты. Жалпы кез келген мәтін есепті шығармас бұрын, міндетті түрде біз ең бірінші жасайтын әрекет ол есептің қысқаша түрде берілуін жазуымыз керек. Егер есептің қысқаша түрде берілуін жаза алмаса, онда есеп шығару қиын. Так, екінші тапсырма ребус бойынша анау белгісіз әріптердің қосындысының мәні нешеге тең болады, егер берілген теңдік суреттегідей әріптік ребуспен берілген болса. Давайте былай жасайық. Нақты уақыт берейік бұл тапсырмаға. 2-3 минут уақыт беремін. Жылдам шығарып көріңіздер. Жалпы математикалық ребустар бізде үлкен екі топқа бөлінеді. Біріншісі ол әріптік ребустар, немесе екіншісі бізде жұлдызшалы ребустар. Жалпы екеуіндегі негізгі шығару алгоритмі ұқсас, бірақ екеуінде айырмашылықтар бар. Мысалы, бізде жұлдызшалы ребустар болатын болса, бір жұлдызша тек қана бір ғана цифрға тең, және ең жоғарғы разряд бізде ешқашан нөлге тең болмайды. Және жұлдызшалардың, қатар тұрған жұлдызшалар бізде бірдей әріптер болуы да мүмкін. Ол жағы қатты маңызды емес, өйткені жұлдызша болғандықтан. Ал егер әріптер ребустар болатын болса, бізде үлкен алтын ереже бар. Ол бізде бірдей әріптер, бірдей цифрлар болады. Әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең. Соған сәйкес теңдік, яғни арифметикалық амалдардың негізгі шығару алгоритмі орындалатындай, біз белгісіз әріптердің орнында сәйкес цифрларды табамыз. Қалай есептейміз, қалай шығарамыз? Қазір енді осы есеп бойынша шығарып көріңіздер, жауабын жіберуге болады. А, Ә, Б, В 4 таңбалсан, қосамыз бізде 9714-ті, бізде шығу керек А, Ә, Б, Ә, А
деген бізде 5 таңбалы сан шығу керек. Енді бұл жерде есепті шығармас бұрын біз ең бірінші талдау жасаймыз. Міндетті түрде ең бірінші талдау деп отырған бізде ең жоғарғы разрядта тұрған әріптер бізде ешқашан нөлге тең болмайды. Яғни аның орнында менде ешқашан нөл болмайды дегенді білдіреді. Біз білмейміз аның орнында нөлді қоюға болмайтынын. Так, ары қарай келесі біз талдау жасап көреміз. Егер мына жердегі 9-ға бір қандай да бір таңбалы санды қосатын болсақ, ол бізде 2 таңбалы сан шығып тұр. Онда аның мәні бізде қанша болуы мүмкін деген сұрақ. Жарайды, нөлге тең емес болса, онда аның мәні қандай цифр болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Жазып жіберіңіздер. Чатқа жазуға болады. Аның мәні қандай цифр болуы мүмкін? Чатқа немесе ауызша түрде айта берсеңіздер болады. Аны 9-ға қосамыз, ә деген 2 таңбалы сан шығып тұр бізде. 2-ге тең болуы мүмкін. 2. Жақсы. Так, 2-ге тең болатын болса, онда мынау бізде 2, 20 деген бір деген сан шығу керек, е? Қандай да бір. Бірақ енді 9-ға қандай да бір санды қоссақ, 9-ға 2-ні қоссақ 20 деген сан шықпайды ғой бізде. Қанша болады анда бізде? Дұрыс, иә. Бұл жерде бірден басқа цифрды қоя алмаймыз. Өйткені біз нөлді қоюға болмайды. 2-ні де қоя алмаймыз. Өйткені 9-ға қандай да бір таңбалы цифрды қосатын болсақ, ол бізде 2 таңбалы сан шығу ықтималдығы өте төмен. Сондықтан біз аның мәні 1-ге тең болсын дейік. Онда мынау 1-ге тең, мынау да 1-ге тең. Онда мынау да 1-ге тең. Онда қалай ойлайсыздар? Бұның мәні нешеге тең болады? Бұны 4-ке қосамыз, 1-мен аяқталатын сан шығады. Чатқа жазып жіберіңізге болады. 7-ге тең болады. Әрине, 7 болады. Басқа мүмкіндік жоқ бізде. Өйткені 7-ге 4-ті қоссақ бізде 11 болады. Бірін жазамыз, бізде 1 ойда. Так. Енді бізге Б-ға 1-ді қосамыз, Ә шығады. Және А-ге 7-ні қосамыз, Б шығады. Керісінше. Сосын бізде 1-ге 9-ды қосамыз, бұл жерде Ә-нің мәні 0 болуы мүмкін, 1 болуы мүмкін. Бізде қазір нақты ақпарат жоқ. Бізге енді қалған әріптерді табу керек. Так, 1087 деген жауап шығады дейді. Мүмкін, иә. Бұның мәні 8 болады, сонда. Бүгін сабақ бар екен білмеймін. Енді біз жаңа бастадық, әріптестер, біз жаңа бастадық. Біз кеше 2 күн белгілі бір отбасылық жағдайға байланысты мен тікелей эфирге шыға алмадым. Негізі көп жоспар болған. Бірақ өкінішке орай 2 күн соңғы кіре алмай қалдық сабақтан. Так, Б-мен Ә-нің мәні қанша болуы мүмкін? Сонымен бізде соңғы жіберілген жауапта 7 болады. 1 болады. 1 болмай ма? Көрейік, қазір Б-нің мәні 1 болатын болса, онда бізде Ә-нің мәні 3-ке тең болады, е? Дұрыс қой? 1-ге 1-ді қоссақ 2, ойдағы 1 мен 3. Онда мынау Ә-нің мәні де 3-ке тең болады. Бірақ ойда бізде сан жоқ. 3-ке 7-ні қосамыз 10 болады. Бұның мәні 0 болады. 0-ін жазамыз 1 ойда. Так, 1-ге 9-ды қосамыз 10, ойдағы 1 мен 11. Онда бізде А-ның мәнінде 1 болды, Ә-нің мәнінде 1-ге тең болып кетті. Дұрыс па, жалпы? Бізде 2 түрлі әріп бірдей цифр болып қалды. 10.801 шығарды маған. Так, онда мына сіз тастайық. Енді ойланып көреміз. Бұның мәнінен бастаймыз онда. Дұрыс емес әрине, иә. Өйткені бұл жерде бізде әртүрлі әріп бірдей әртүрлі цифр болу керек. Ал бізде қазір әртүрлі әріміз бірдей цифр болып қалды. 10.801 шыққан жоқ па? Давайте былай жасайық. Бұның мәні нешеге тең болады? Содан бастайықшы. Әріптестер, былай жасайық. Мені черновик ретінде пайдаланбаңыздар. Дәптерге жазамыз бірінші, шығарамыз, сосын барып жауабын жібереміз. Ә-нің орнында 0 0 болмай ма? Так, 0 бола ма? Көрейік қазір. Бұның орнында 8. Так, мынау 8 болсын, жақсы. Бұның орнында 8. қосамыз 9, ойдағы 1 мен 10, 0-ін жазамыз, бізде 1 ойда, жақсы. Ә-нің мәні 0-ге тең. Так, 0-ге 7-ні қосамыз, мына бұның мәні 8-ге тең, жақсы. Так, енді ойда ешқандай сан жоқ бізде, 1-ге 9-ды қосамыз, 10. Өте жақсы, дұрыс екен, иә. Ә-нің мәні 0-ге тең болып тұр. Сонда бізде 9714 тең болады 10801 деген жауап шығады екен. Болды, есеп шықты әріптестер. Енді бізге мына төртеуінің бесеуінің қосындысын табу керек. А-ның мәні бізде 1-ге тең, қосамыз. Ә-нің мәні 0-ге тең,
b-ның мәні 8-ге тең, b-ны біз 2 рет қосамыз, v-ның мәні бізде 7-ге тең. Сонда бізде 24. 16, 24 деген сан шықты. 24 болады, иә? Болды. Жауап менде 24-ке тең. Бізге табу керек, солардың қосындысын есептеу керек. Болды, әріптестер, шықты. Бірақ бұл жерде мынау нәрсені қатаң түрде ескеруіміз керек, әріптестер. Кез келген әріптік ребустарда бірдей әріптер, бірдей цифрлар болады. Яғни біз пайдаланамыз 0-ден бастап 9-ға дейінгі цифрларды пайдаланамыз. Ешқашан бір әріптің орнына екі таңбалы сан жазуға болмайды. Сондықтан біз әріптік ребусты көретін болсаңыз, басыңызға тек қана 0-ден 9-ға дейінгі цифр келу керек. Басқа нәрсені ойлаудың қажеті жоқ. Және екінші, маңызды мән беретін жағдай ол талдау жасау. Яғни мүмкін болатын мәнде іріктеп аламыз. Ол қалай? Мысалы біз 0-ге тең болмайтын әріптерді жазып аламыз. Және а-ның мәні қандай болуы мүмкін деген мәндерді жазып, есептің шығарылу барысын сәл кішірейтеміз, іздеу көлемімізді. Жақсы, кімге түсінікті бірден плюс сұрақ болса қойып алыңыздар, әріптестер, міндетті түрде. Түсінікті. Уақыт жоғалтпаймыз. Жақсы. Әріптестер, жалпы мынау арифметикалық әріптік ребустарға байланысты тапсырмалар кез келген олимпиада жұмысында міндетті түрде келетін тақырыптардың бірі. Ол жерде бізде әріптік ребус түрінде келуі мүмкін, жұлдызшалы ребус болуы мүмкін, немесе белгілі бір берілген өрнектің ең үлкен, ең кіші мәнін табуға байланысты болуы мүмкін. Бірақ барлық жағдайда бір ғана ережемен ғана жұмыс жасаймыз. Ол бізде міне бірдей әріп, бірдей цифр, әртүрлі әріп, әртүрлі цифр. Бұл жерде сан дегенді ұмытамыз, әріптестер. Әріптік ребустарда санды ұмытамыз. Бұл жерде тек қана біз цифрмен жұмыс жасаймыз. Жақсы, кеттік. Келесі тапсырма. Әріптік ребустарды тез қалай шығаруға болады? Әріптестер, әріптік ребустарға байланысты бізде YouTube каналда 2 сабақ тұр. Толығымен қарап шықсаңыздар болады. 1 сағат, 1,5 сағат көлемінде. Тура сол жерде толыққанды түсіндірілген, қалай шығаруға болады. Так, үшіншісі бізде 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 цифрларын, сандарын дөңгелектерге орналастырғанда әр түзудегі сандардың қосындысы бірдей болу керек дейді. Қалай есептейміз? Давайте былай істейік. Бұғанда біз 2 минуттай уақыт берейік. Одан артық уақыт бізде жоқ. Так, бірінші шығарамыз. Дауысыңыз жай шығып тұр дейді. Өзіңіздің телефонның немесе компьютердің несін дауысын көтеріңіз. Менде до конца шығып тұр. Микрофон істеп тұрған сияқты. Әріптестер, қалғандарыңыз істеп тұр ма? Дауыс естіліп тұр ма? Нақты. Кері байланыс бере салыңыздар. Естіліп тұрса плюс. Ес дауыс барынша қосылып тұр. Жақсы. Түсінікті. Онда әріптестер, сіздерде жеке кімде естілмей тұр, дауысын шығарыңыздар. Жақсы, түсінікті. Так, әріптестер, бұл жерде осыған ұқсас тапсырмаларды шығарудың бізде арнайы тәсілдері бар. Яғни бізде сиқырлы үшбұрыштар, сиқырлы дөңгелектер, сиқырлы шаршылар тақырыбына арналған. Бұл жерде әрине оңай шығарудың тәсілі бар. Қалай шығарамыз? Бұл жерде байқайтын болсаңыздар, бізде берілген неше дөңгелек бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бізде жалпы 9 дөңгелек бар, және сәйкесінше 9 сан бар. Онда біз ең бірінші не істеуіміз керек? Ортадағы санды табуымыз керек. Ортадағы санымыз бізде ол 11. 11, мына жақта бізде 13, 15, 17, 19. Мына жақта бізде 3, 5, 7, 9. Енді мұқият қарайтын болсаңыздар, ең оңай шығарудың тәсілі, біз шетіндегі сандарды қосып береміз. 9-ға 13-ті қосамыз, бізде 22, 7-ге 15-ті қосамыз, 22, 5-ке 17-ні қосамыз, 22, 3-ке 19-ді қосамыз, 22. Бұл жерде сиқырлы санды табудың ең оңай тәсілі, әріптестер, қараңыздар. Егер бізде тура осындай форматтағы берілген тапсырма болсын, немесе 3-те 3 болатын сиқырлы шаршы болсын, мына жақтағы ортада тұрған санды қараймыз.
осы ортада тұрған санды жай ғана үшке көбейтсек болды, біз сиқырлы санды тауып аламыз. Яғни бізде әрбір түзудің бойындағы үш санның қосындысы менде 33-ке тең болатын бірден тауып аламыз. Онда ең оңай тәсіл енді ортаға біз 11-ді жазамыз. Енді екі жақ шетіне 9 бен 13 жазамын мен. 9 бен 13 кетті. Келесі 7 мен 15 кетеді. 7, 15. Келесі 5 пен 17 кетеді. 5, қарама-қарсында 17. Соған сәйкес 3 пен 19 кетеді. 3, 19. Енді тексереміз. Шынымен есеп шықты ма, жоқ па? 9, 11, 20, оған 13-ті қосамыз, бізде 33 шығып тұр. Келесі 7, 11, 18, 18-ге 15-ті қосамыз. Так, 20, 13, 33 шығады. Келесі 5, 11, 17. 5-ке 11-ді қосамыз, бізде 16, 16-ға 17-ні қосамыз, тағы да 33. Келесі 3, 11, 19, 19-ға 11-ді қосамыз, бізде 30, 30-ға 3-ті қосамыз, 33. Болды, есеп шығып тұр бізде. Барлығының қосындысы менде 33-ке тең, және 11-де ортадағы тұрған сан болады бізде. Ол 11-ге тең. Жай ғана 11-ді 3-ке көбейтетін болсақ болды, бізде сиқырлы санды тауып аламыз. Артистер, кімге түсінікті? Бірден плюс қоямыз. Сұрақ болса, дауысымызды қосамыз, бірден сұрай берсек болады. Сіздерде дауыстарыңыз қосылып тұр, чат қосылып тұр, бірден кері байланыс жасауға болады. Түсінікті. Түсінікті. Артистер, мына сиқырлы санды тапқан Ағай. кезде Мгм. Ортаға 3-ті қойса 27 шықпайды ма? Менде солай шығып тұр. Ортаға 3-ті? Жоқ, ол жерде Мгм. артистер мен бір ғана жолын көрсетіп Ортаға үшті жатырмын. қоя алмаймыз ғой. Ортаға 3-ті қойып көріңіз, шыға ма екен, көріңіздер енді. Шығады олай қойса да. Ортаға 19 19, 5, 19 3, қойсақ та шығады. Так, көрейік қазір. Егер мен 17, ортаға 17, 19-ды 7, қосатын 3. көрейік. Иә. Қандай шарт орындалады екен бізде. Ол жерде шығуы мүмкін. Қазір қарастырып көрейік. Егер 19 Ортаға 19-ды қойсақ та шығады екен ағай. 17, 5 пен 15, 7 мен 13, 9 мен 1 шығады. Иә. Ол жерде бізде 3 пен 17-ні қосатын болсақ бізде 20, 20. 20-ға 19-ды қосамыз, бізде 39, иә. 39. Сонда қосындысы бізде 39. Артистер, бұл жерде қараңыздар. Бірінші 3-ті қойсаңыз да болады. Бірақ бізде есептің шарты қалай болып тұр? Әр түзудегі сандардың қосындысы бірдей сан болу керек жай ғана. Ол жерде біз нақты сан берілген жоқ. 33-ке тең болсын, немесе 39-ға тең болсын, 45-ке тең болсын деген шарт жоқ. Сондықтан мен сіздерге барлығына ортақ болатын бір тәсілді ғана көрсетіп жатырмын. Ол жерде сіз апарып, мына 3-ті қойсаңыз да болады, 19-ды қойсаңыз да болады, шығады. Жақсы. Ортадағы санды 3-ке көбейту береміз бе, басқа сан болса да? Жоқ, мен ортадағы сан болса айтып жатырмын, артистер. Егер ортадағы санды алсақ, біз 3-ке көбейтеміз. Мына жерде міне. Мен 11-ді алдым, 11-ді 3-ке көбейттім. Ортадағы санды алған кезде, артистер, барлығын емес. Ал қалған жағдайларда біз, егер мына жақта 19 алатын болсақ, қалған сандардың қосындысы 2-2-ден алғанда бірдей болатын дей аламыз ғой, жай ғана болды. Мысалы, 3-ке 17-ні қоссаңыз 20, 5-ке 15-ті қоссақ 20, 7-ге 13-ті қоссақ 20, 9-ға 11-ді қоссамыз 20. Енді соған сәйкес біз керісінше ортаға 3-ті қоятын болсақ, мына жердегі 3-ті қойсақ, онда қалған сандар қараймыз. 5-ке 19-ды қосамыз 24, 7-ге 17-ні қосамыз 24, 9-ға 15-ті қосамыз 24, 11-ге 13-ті қосамыз 24. Болды. Сонда бізде ортада 3 болған жағдайда ол барлығы нешеге тең болады? 27-ге тең болады қосындысы. Бірақ біз ортадағы санды 3-ке көбейтеміз. Қандай жағдайда? Берілген сандардың ішінен ортадағы санды алып қойған кезде біз 3-ке көбейту арқылы сиқырлы санды тауып алуға болады. Мен сіздерге ортақ бір тәсілді көрсетіп жатырмын. Одан басқа да бірнеше тәсіл бар бұл жерде. Жақсы. Барлығыңызға түсінікті, иә? Кеттік. Қазір 3 нұсқа айтылды ғой, үшеуі де дұрыс болып есептеле ма сонда? Артистер, тағы да қайталап айтамын. Сіздерге мына жерде есептің шартын қараңыздар. Бірдей сан болсын деп тұр. Сізге айтылып тұрған жоқ. 33-ке тең болсын, немесе 27-ге тең болсын, немесе 45-ке тең болсын деген шарт жоқ. Байқадыңыздар ма? Ондай берілмеген. Сізге айтылып жатыр, бірдей сан болу керек. Болды. Бұл жерде нақты сан айтылмаған. Сондықтан сізде ол 33-ке тең болса да, бағанағыдай 39-ға тең болсын, немесе 27-ге тең болсын, бәрібір. Ең бастысы сізге не істеу керек? 9 дөңгелекке мына 9 санды қайталанбайтындай орналастыру керек. Болды.
Сол ғана шарт. Үш нұсқада дұрыс болады, иә. Жақсы. Басқа сұрақтарыңыз бар ма осы есеп бойынша? Бұл туралы бізде сиқырлы шаршылар, үшбұрыштар, дөңгелектер деген үлкен тақырып бар. Егер ерінбей жатсаңыздар, қарап шығуларыңызға болады. YouTube каналда бар. Сиқырлы шаршылар, үшбұрыштар деп іздесеңіздер, бірден шығады. Бұл жерде толыққанды көрсетілген. Жақсы, кеттік ары қарай. Так, цифрлар арқылы қандай санның дәл құрастыруға болады дейді. Жақсы, біз нақты бір. Негізі бұл тапсырма бойынша мен WhatsApp топтарыңызда бір рет көрсеттім, тура осы есеп жіберілген кезде. Так, бізге 4, 4, 1, 1, 6 цифрлар арқылы қандай санның дәл квадраты санын құрастыруға болады. Яғни бізде қандай да бір санның квадраты, аның квадраты, осы цифрлардан құрылған сан болады бізде. Қандай да бір санның квадраты. 4-тің квадраты 64. Так, тағы да. 4-тің квадраты 16. Цифрлары арқылы қандай да бір санның дәл квадратын құрастыруға болады. Ол қандай сан болуы мүмкін дейді. Мысалы, бізде 2-нің квадраты болатын болса 4, бірақ енді өткенде айттыңыз. Я мен сіздерге топқа негіз түсіндіргенмін. Бұл жерде қателеспесем 121 деген сан, иә? Да. Наконец-то бір кісінің есінде бар екен. Жақсы. Бұл жердегі аның мәні бізде онда 121 болады. Не үшін 121 болатынын түсіндіріп жүрейік қазір, иә? Бұл жерде квадрат дегеніміз ол санды өзара бір-біріне көбейту ғой. Өзара көбейтетін болсақ, бізде санның квадраты. Мысалы, біз 121-ді жай ғана 121-ге көбейтетін болсақ, қанша шығады бізде? Так, 121-дің квадраты тең болады. Жоқ, ол жерде бірдің квадраты. Мына жерде цифрлардың барлығын қолданамыз. Мына жердегі бізде цифрлардың барлығын қолданатын болсақ, бізде қандай сан шығады? 5-тен болсан пайда болады, иә? Ол бізде так 14 614 па? 41, иә, 41. 121-дің квадраты ол бізде 14 641. Міне 4-тен екеуін қолдандық, 1-ден екеуін қолдандық, и 6-дан 1 рет қолдандық. Болды. Сонда бізде 121 деген санның квадраты ол бізде 14 641. 11-дің квадраты емес, біз 121-дің квадратын аламыз. Себебі мына жердегі барлық цифрларды қолдануымыз керек. Ол бізде қандай да бір санның квадраты болу керек. Яғни а-ның квадраты бізде мынау цифрлардан құралу керек қой. Бір сөзбен айтатын болсақ, 5-тен болсан шығу керек. Мынандай жұлдызша. Мынандай сан болу керек. Ал ол цифрлар бізде мына жерде бар. 4 2 рет, 1 2 рет, 6 2 рет қолданылу керек. Жақсы, кімге түсінікті бір плюс қоя салыңыздар. Енді бұл жерде подбор жасау арқылы шығара салуға болады негізі. Қатты бір үлкен теңдеу құрастырудың, теңдеулер жүйесін құрастырып отырудың қажеттілігі шамалы. Жақсы, кеттік. Бұны мен сіздерге WhatsApp топқа да түсіндіргем, әріптестер, естеріңізде болса, тура сол келген тапсырма бойынша біз талдау жасағанбыз. Кеттік. Келесі. Мына тапсырма бойынша өте көп талқылау болды бізде. Өте көп қателіктер кетті. Давайте шығарып көрейік. Суретте кір жууға арналған сабын көрсетілген. 7 рет кір жуғаннан кейін сабынның ұзындығы, ені және биіктігі 2 есе кішірейеді. Сабынның қалған бөлігі қанша рет жууға
Қанша рет кір жуа аламыз дейді қалған бөлігімен. 7 рет жуылғаннан кейін сабынның ұзындығы, ені және биіктігі 2 есе кішірейеді. Так, 7 рет. Бізде бұл жерде тікбұрышты параллелепипед. Егер мынандай сабын ретінде сызатын болсақ, біз тікбұрышты параллелепипед ретінде тік параллелепипед. Мына бізде кәдімгі кір сабын. Так, тағы 7 рет. Ойланып көрейік. Егер менде ұзындығы, ені 2 есеге кішірейетін болса, онда біз қалай түсінеміз аны? Так, ұзындығының жартысы деп отырғанымыз бізде мына жерге келеді. Енінің жартысы деп отырғанымыз мұнда. Биіктігінің жартысы деп отырғанымыз мынау бізде. Мынада бізде жартысы. Мынада жартысы. Мынада жартысы. Так, қарама қарсы мына ұзындықтарының жартысы бізде. Және мынау енінің жартысы барлық жерде. Так, осыған сәйкес біз сызып көретін болса, қазір бірден көзімізге көрінеді. Давайте біз сам түспен ала берейік. Түсінікті болатындай. Так, ортаны құрастырамыз мұнда. Давайте сіздерге түсінікті болу үшін мен жерге нақтырақ сызайын, иә? Мына сары түс ортада. Мында кетті бізде. Осыған сәйкес болатындай біз қиып көреміз. Ортада. Так, ені. Енді біз осылай бөлетін болсақ, есептің берілуі бойынша. Ал ойлайсыздар, жалпы қанша бөлікке бөлінді бізде? Берілген сабын, егер 2 есеге барлығы кішірейетін болса, бізде қанша бөлік пайда болды? Қанша бөлікке бөлінді қазір бізде? 7 рет жуғаннан кейін. 8 бөлікке, дұрыс айтасыз. Мына жерде байқайтын болсаңыздар, менде 8 бөлікке бөлінді кішкентай. Так, мына жерді сәл үлкендеу түспен алайық. Так, менде 8 бөлікке бөлінді. Егер менде 7 рет жуғаннан кейін, ол бізде 2 есеге артады дейтін болсақ, онда қалған бөлігі мынау ғой бізде. Мына бөлік бізде қалды. Егер нақты сызатын болсақ, мына бойынша. Мында. Қалған бөлік осы. Мына бөлік қалды. Яғни бастапқыда 7 рет жуғаннан кейін бізде 7 бөлігін жуып қойдық. Мына 7 рет жуғанда бізде 7 бөлігі жуылды. Ал соңында бізде соңында бір-ақ бөлік қалды. Енді бір бөлікті тек қана бір-ақ рет жуғымыз керек болды. Яғни соңғы бір қалған бөлігі 2 есеге азайған кезде ұзындығы, ені, биіктігі тек қана бір-ақ рет жууға кетеді. Кімге түсінікті? Бірден плюс қоямыз. Сұрақ болса, дауыстарыңызды немесе жазбаша түрде қойып алсаңыздар болады. Сызба сызу өте маңызды. Жалпы геометриялық тапсырмаларда ерінбей сызбаны сызуымыз керек. Клеткаға негізі жақсы сызылады. Түсінікті болса плюс қоямыз. Сұрақтарыңыз болса бірден қойып алыңыздар. Осы тапсырмаға сәйкес. Көп әріптестер бізде 7 деп жазып жерді, осы жерде 7 деген жауап қате. 8 бөлікке қалай бөлдіңіз? Есептің шартын қараңыз, иә? Сабынның ұзындығы, ені, биіктігі 2 есеге кішірейді деп айтылып тұр. Сондықтан біз әрбір қабырғаны 2 есеге бөлдік, 2 есеге азайттық. Енін, ұзындығын және биіктігін барлығын 2 есеге азайтқан кезде бізде кішкентай бөлік пайда болды. Мына кішкентай бөлік жалпы тік параллелепипедтің 8-ден 1 бөлігі. Мынау менде 8-ден 1 бөлігі. Ал бастапқыда 7 рет жуғаннан кейін, ол бізде 8-ден 7 бөлігі
ол бізде 7 рет жуғанға жетті, ал қалған 8-ден 1 бөлігі тек қана 1-ақ рет жууға жетеді. Болды. Өйткені барлығы 8 бөлікке бөлініп тұр. Әрбір бөлік бізде 1 рет жууға жетеді. Төбесінде 4 бөлік, астында 2 бөлік бар. Жақсы, кеттік ары қарай. Сұрақ жоқ болса, келесі тапсырмаға өте беремін. Болмаса сұрақтарыңыз бойынша қойып алыңыздар. Жақсы, сұрақ жоқ сияқты. Келесі тапсырмаға өтеміз. Так, берілген пішіннің қабырғалары сантиметрмен берілген, ауданын есептеңіз дейді. Бізге аудан керек. Дұрыс, 192-ні сіз 24-ке бөлсеңіз, ол жерде сандық мән ретінде алуға да болады, әрине. Мысал ретінде. Так, берілген пішіннің қабырғалары сантиметрмен берілген, онда ауданын есептеу керек. Берілген суреттің ауданын қалай есептейміз? Жалпы стандартты емес фигуралардың ауданын периметрін табу барысында міндетті түрде бізге екі түрлі тәсілмен шығаруға тура келеді. Біріншісі, біз нақты қосымша сызықтар жүргізу арқылы немесе өзіміз білетін фигураларға айландыруға болады. Жақсы, 2 минут уақыт кетті. Жылдам шығарамыз, жауабын жіберіп көреміз. Бұл жерде периметр туралы болып жатқан жоқ, бізде ауданы туралы, тіктөртбұрышқа келтіріп аламыз ба дейді. Енді аудан табу барысында біз толықтыру арқылы шығарған кейбір тапсырмалар үшін сәл күрделі болып кетуі мүмкін. Өйткені кейбір артық емес бөліктер тапқан кезде нақты формула болмайтын стандартты фигура келіп қалуы мүмкін. Енді бұл жерде біз стандартты фигуралардың ауданына байланысты қарастырамыз. Ол бізде тіктөртбұрыш, бізде сосын шаршы бар, және тік бұрышты үшбұрыш бар. Біз осы үшеуінің ауданын табатын формуладан пайдаланып, жалпы есептерді оңай түрде шығаруға болады. Әрине біз білеміз, егер тіктөртбұрыш болатын болса, А мен Б, мұнда аудан деп отырғанымыз ол А мен Б-ның көбейтіндісі. Егер мынау шаршы болатын болса, аудан деп отырғанымыз бізде А-ның квадраты, немесе А көбейтілген А деп аламыз, Егер менде тікбұрыш үшбұрыш болған жағдайда, мынау А, мынау Б болады. Онда сәйкесінше біз тіктөртбұрышқа толықтыратын болсақ, мына бөліктің ауданын табу керек бізге. Онда S тең болады, А мен Б-ны көбейтеміз, и 2-ке бөліп тастаймыз, болды. Онда бізде тікбұрыш үшбұрыштың аудан шығады. Енді бізге берілген сызбаны мұқият қарайтын болсаңыздар, біз өзіміз білетін стандартты фигуралардың периметрін табуға айналдырып алып келуге болады. Оны қалай айландырамыз? Әрине қосымша сызықтар жүргізу арқылы. Мысалы, қарапайым түрде біреуін сызып көрейік. Ол бізде мына бөліктен бастап сызайық, Егер мен мынаны бөлетін болсам, нақты 1 минут. Так, мына жерден бөлейік. Байқайтын болсаңыздар, бізде тікбұрыш үшбұрыш пайда болды, және соған сәйкес бізде мына жерден бөлсек болады. Так, соған сәйкес бізде мына бөліктен бөлуге болады. Және мына жерден. Бізде байқайтын болсаңыздар, неше бөлік пайда болды? Мынау менде бірінші бөлік, мынау екінші бөлік, мынау үшінші бөлік, мынау менде төртінші бөлік, мынау бізде бесінші бөлік. Болды. Біз сәйкесінше әрбір бөліктің ауданын тауып аламыз. Сол тауылған фигуралардың барлығын қосатын болсақ, бізде жалпы аудан шығады. Так, 88 болады деген жауап бар. Қалған әріптестерде 104 деген жауап бар бізде. Так, қалай ойлайсыздар? Бірінші бөліктің ауданы нешеге тең болады? Біз содан бастайықшы. Бірінші бөліктің ауданы. Қалай есептейміз? Бірінші бөліктің ауданы. Бізде тікбұрыш үшбұрыш. Так, 12 болады. 12 болады. Так, көрейік қазір. 12 болады. Мына жақта бізде 4-те 8 болады, Онда біз 3-ке 8-ді көбейтеміз и бөлеміз 2-ке. Тең болады 12. Әріптестер, 8-дің қайдан келген түсініп отырсыздар ғой, Міне, мұнда 4 болады, мұнда 4 болады. Жақсы. 8 болады. Жалпы ауданы 61 квадрат сантиметр болу керек сияқты.
Жақсы, көрейік әріптестер қазір. Енді біз 12, екінші бөліктің мынау одан есептейік. Екінші бөліктің одан ол 5 10. пен нешенің көбейтіндісі? 8-дің көбейтіндісі. 8. 8 қайдан шықты сіздерде? Мынау 4 пен 4, иә, тағы да. Биіктігі 8 болады ғой, иә. Дұрыс. 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40 болады сонда. болады. Бұл тік бұрыш үшбұрыш әріптестер, ешқандай екіге бөлмейміз. Сондықтан 40 сантиметр квадрат болды бұл жерде. Жақсы. 3 пен Енді әрі 8-дің қарай көбейтіндісін үштікі. табамыз. Өте жақсы. Үшіншісі 16. 3 пен 6-ның 4 пен көбейтіндісі. 4-ің көбейтіндісі, иә? 4 пен 4 16 болады үшіншісі. бізде 16 сантиметр квадрат, иә. Келесі бізде 4-ші бөліктің ауданы. 3 пен 6. 18. Дұрыс. 18 квадрат бұл. Ешқандай екіге бөлінбейді, әріптестер. Иә, 18. 18 болады. Так, 5-ші бөліктің ауданы. 6 мен 4-тің 6 мен 8-дің көбейтіндісі. көбейтіндісін 6 екіге мен 6 бөлеміз. мен 8-дің көбейтіндісі 6 мен болады. 48 болады. Так, 6 мен 8 бөлеміз 2-ге, иә? 24. Иә. 24 24 болады. болады. 24 сантиметр квадрат. Болды, осылардың барлығын қосам мен енді. Сонда бізде жалпы одан шығады. Так, 58. 12-ге 18-ді қосам менде 30 болады. 110 болады. 110 болады. Әрі қарай. 30, 16-ға 24-ті қосамыз. 30, 40 болады. 70, 110 болады екен, дұрыс, иә. 110 сантиметр квадрат шығады екен. Әріптестер, түсінікті болса бірден плюс, сұрақ болса қойып алыңыздар. Түсінікті болды. Әріптестер, қараңыздар, иә. Жалпы кез келген стандартты емес фигуралардың ауданын тапқан кезде біз екі түрлі тәсілмен шығарамыз. Біріншісі мына көз алдымызда көрініп тұрған қосымша сызықтар жүргізу арқылы өзіміз білетін нақты фигураларға айналдырып алып келеміз. Сосын барып бөліктер арқылы шығарамыз. Екінші тәсіл үлкен бір тіктөртбұрышқа толықтырып аламыз, немесе шаршыға толықтырып аламыз, және артық бөліктерін ең соңында алып тастауымызға болады. Бірақ біз ол жағдай толықтыру арқылы шығаратын жағдай кейбір есептерде бізде қолдана алмауымыз мүмкін. Себебі біз қарапайым түрде мына жерді қарайтын болсақ, қазір бір толықтырып, былай мен тіктөртбұрышқа толықтыратын болсам, менде қазір түсініксіз фигуралар пайда болып кетеді. Сондықтан бізге бұл жерде толықтыру арқылы шығару өте қиын. Сондықтан біз жай ғана қосымша сызықтар жүргізу арқылы берілген фигураны өзіміз білетін геометриялық фигураларға бөліп алдық. Сосын барып жеке-жеке шығарып, ең соңында қосып береміз. Бірақ жауап барлығында бірдей шығады. 110. Осы жол дұрыс сияқты. Иә, Оңайлы. бұл есеп үшін осы жол дұрыс, иә. Егер бізде Иә. басқа берілуі болатын болса, онда әрине, онда біз толықтыру арқылы шығаруымыз мүмкін. Жақсы, кеттік ары қарай. Бізге әрине есеп шығару барысында өзімізге қайсысы қолайлы, сон тәсілді таңдап алуымыз керек. Бірақ екеуінде де жауап бірдей шығатын болу керек. Егер дұрыс шығарған болсақ әрине. Жақсы. Сұрақ жоқ болса кеттік ары қарай. Бәріңізге түсінікті болған сияқты. Жақсы. Бұл негізі күшті есеп екен. Бірақ қателесуге болмайды. Так, келесі. Бір тор көздің өлшемі 1 сантиметр деп алып, төмендегі фигураның ауданын қанша сантиметр квадрат болатын есептеу керек. Давайте былай істейік. 2 минут уақыт беремін. Бірден шығарамыз, чатқа жауабын жіберіңіздер. Көрейік, қаншадан да жауап бар, қаншадан да жоқ, қаншадан жай ғана экранға қарап отырып көреміз. Так, бізде бір тор көздің өлшемі 1 сантиметр квадрат, яғни қабырғаларының ұзындығы бізде 1 сантиметр квадрат. Бұнда бізге аудан керек. Клетканың ішіндегі фигураның ауданын табу барысында біз қолданатын формула, бұл S-ті табу үшін m қосылған n бөлінген 2 деген тұрақты формула бар. Бұл жерде m деп отырғанымыз бізде толық шаршылардың саны, толық шаршы. Ал n деп отырғанымыз бізде толық емес шаршылардың саны. Толық емес шаршылардың саны. Так, 12,5 дейді, 10 дейді, 11 деген жауап бар. Пока бізде 4 түрлі жауап. Жіберген 4 адамда 4 түрлі жауап. Қалған әріптестерде қанша? Жібереміз әріптестер. Ешкімге 2 қоймаймыз. Қорықпай жібере беріңіздер. Ешкімге ұрыспаймыз, ата-анасына звондамаймыз. Дәптерге шығарам, жібере беруге болады. Так, 9 сантиметр квадрат дейді.
бұл жерде әрине біз мына формуланы пайдаланамыз. Біздегі негізгі көп қолданатын формулалардың бірі. Так, m қосылған n бөлінген 2. Так, m-нің мәнін бірінші санап көрейік. Бүтіндердің саны. Так, бізде біреу, екеу, так, үшеу. Болды, мына жерде бізде жартылай болып тұр. Тек қана үшеу. S-тің мәні, m-нің мәні. Так, үшеу. Қосылған. Енді біз n санаймыз. Толық еместерді. Так, мұнда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Мұнда 13, 14. Бізде 14 бар. 14-ті бөлеміз 2-ге. Мұнда S-тен болады 3 қосылған 7. Мұнда S-тен болады бізде 10 сантиметр квадрат. Болды, жауап бізде 10 сантиметр квадрат, әріптестер. Дұрыс, әріптестер, 10 деген жауап дұрыс. 11 емес, 9 емес, 7 емес. Бізде болады 10. Қараңыздар, бұл жерде қайтадан көрсете салайық. Бүтін бөлік деп отырғанымыз тек қана бүтін шаршылар. Ол бізде үшеу, міне қызылмен белгіленіп тұр. Енді келесі n деп отырғанымыз толық емес фигуралардың саны. Так, мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Так, мына жерде 13, 14. Болды. Политикамен табу, болады. Бұл жерде формуланы көрсетіп жатыр, әріптестер, сіздерге толық болатын, толық емес болатын. Енді ол жерде басқа да тәсіл болуы мүмкін, сандарды қою арқылы, подбор жасау арқылы шығаруыңыз мүмкін. Бірақ негізгі оңай тәсілдердің бірі осы. Әріптестер, сұрақ болса қойып алыңыздар, сұрақ жоқ болса бірден плюс қоямыз. Уақыт жоғалтпай біз келесі тапсырмаға өтіп кетейік. Ағай, мына жерде тағы бір жарты үшбұрыш қалып кетті ғой. Бір үшбұрыштың басы шыққан ғой. Қай жерде? Мына жерде. Көрмейді. Так, біз бәрін санаған сияқтымыз. Жоқ, біреу қалып кетті. Сыртта кішкентай үшбұрыштың ұшы ілінген. Жоқ, сыртқа шыққан ақ бөлікті біз есептемейміз ғой. Ішіндегі қара бөлікті есептейміз. Боялған бөлігін ғана есептейміз ғой. 14 қой. Бәрібір бұрышы іште қалып кетті ғой оныкі. Соны есептегенбіз ғой біз. Мен де көріп тұрмын. 1, 2, 3-ші қатарда тұр. Үшінші қатар? Үшінші қатар. Так. Үшінші қатар сыртында, иә. 5, Мынау? 6. Сыртқа шығып кетті. Жоқ. Жоқ, ол жер емес, ағай. Төменнен салмағанда. Сол жақында қалдыңыз. Оң жақта. Дәл сол. Сол бұрыш. түсіндім. Ішке кірген. Давайте, онда біз оны жазамыз мына жерге. Сенімді болу үшін Онда 10,5 болады. салса болмай ма? Давайте, қараңыздар, біз былай есептейсек те болады. Әріптестер, қараңыздар. Бізге ондай сұрақ болмас үшін біз былай жасайық, ең оңай тәсілі. Мен былай істейін. Бағанағы 6 сияқты шығарса болмай ма? Тура соны көрсетейін деп жатырмын, әріптестер, қараңыздар, біз былай есептей салайық. Мынау бізде тік бұрыш үшбұрыш ретінде қарастыра салайық. Қараңыздар, міне. Мына жерге дейін. Мында. Мына бөлік. Так, 1 минут. Содан кейін 6-ны 5-ке көбейтіп 2-ке бөлдім. Мен 15 шықты. Одан кейін 2-ні 5-ке көбейтіп 2-ке бөлдім, 5 шықты. 15-тен 5 қараңыздар, сол спор болмас үшін мен қазір нақты сызбамен көре салайық. Бірінші біз ең үлкен тік бұрыш үшбұрыштың ауданын есептейік. Аудан бізде санайық енді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мына жақта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Онда біз 6-ны көбейтеміз 5-ке и бөлеміз 2-ке. Келісесіздер ғой, үлкен тік бұрыш үшбұрыштың ауданы. Тең болады бізде 15-ке тең болады. 15 болады. 15 сантиметр квадрат. Так, енді қараңыздар, бізге мына бөліктің ауданын есептеу керек енді. Мынаның ауданын есептейміз. Боялмаған бөліктің ауданы. Ол бізде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Онда біз 5-ті көбейтеміз 2-ке и бөлеміз нешеге? 2-ке. Онда бізде 10, онда 2-ке бөлеміз, бізде 5 сантиметр. Енді маған боялған бөліктің ауданын табу үшін 15 сантиметр квадраттан азайтамыз, жай ғана 5 сантиметр квадрат. Тең болады 10 сантиметр. Бәрі 10 сантиметр квадрат шығады. Жауап бізде 10 сантиметр квадрат шығады. Жақсы, түсінікті ғой, әріптестер, плюс қоя салыңыздар, егер түсінікті болса. Екінші тәсілмен де шығаруға болады осылай. Ал бағана мына формуламен де шығара аламыз. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі. Бұл жерде байқасаңыздар, екі түрлі тәсілмен. Енді бәрібір мына жақта біз 14-тің орнын 15 деп алсақ та примерно 10 шығады. Себебі мына жерде кішкентай бөлік қой.
соған байланысты. Ал нақтырақ жауап алу үшін әрине мынау сызбамен шығарсақ жеткілікті. Кеттік ары қарай. Так, осы тапсырмадан әріптестер өте көп спор болды алдыңғы аудандық кезеңде жазған кезде. Қазір енді біз шығарып көрейік бірінші. Өздеріңіз нақты жауап жіберіп көріңіздер. Қаншаға тең болады? Сосын дәлелдеп көреміз. Бірге шығарып көреміз. Так, 2 минут уақыт беремін әріптестер сіздерге. Давайте шығарып көрейік бірінші. Сосын барып талдау жасап көреміз. Так, АБСД тік төртбұрышының ауданы, яғни сыртқы төртбұрыштың ауданы 48 см квадрат. Онда тік төртбұрыштың штрихталған бөлігінің ауданын есептеңіздер дейді, қаншаға тең болады. Так, 24 деген жауап келіп жатыр. Так, бұл жерде қалай есептеуге болады? Не істейміз? Неге 24 түсіндіріп жіберіңіз? 48-ді 2-ге бөле салдым. Не үшін? Өйткені мынау тура жартысын алып тұр ғой, штрихталған. Бағанағыдай бөлсек, мысалы, ортасынан. Келсем, жақсы көрейік қазір. Мынаны 4-ге бөлсем, сонда 4 тік-төртбұрыш шығады, жартысы боялған. Аха, 4-ге бөлдім. Иә, тігінен. Аха. И сонда ана жарты-жартыдан. Так, артистер түсіндіңіздер ме? Қараңыздар не? Мына бөлік пен мынаның ауданы бірдей ме? Байқайтын болсаңыздар, иә? Так, соған сәйкес бізде мына бөліктің ауданы мен мынау бірдей бізде. Және келесі соған сәйкес мына бөліктің ауданы мынамен бірдей. Және соған сәйкес келесін алуға болады. Мына бөліктің ауданы бізде мынамен бірдей болады. Сонда біз көріп тұрмыз, жалпы боялған бөлік пен боялмаған бөліктің ауданы бізде бірдей. Сондықтан бізге штрихталған бөліктің ауданы табу үшін 48 см квадратты жайған 2-ге бөліп сызық жеткілікті. 24 см квадрат шығады. Бұл жауап менде 24 кетті. Так, артистер түсінікті болса бірден плюс, сұрақ болса міндетті түрде қойып алыңыздар, немесе жазбаша түрде жазып жіберсеңіздер. Түсінікті. Так, 32 болмайды артистер, 32 болмайды. Бізде 24 болады. Бұл жерде қосымша сызық сызу өте маңызды артистер. Кез келген стандартты эмиссиялардың ауданы табу болсын, боялған бөліктің ауданы табу, немесе периметр табуға байланысты тапсырмаларда қосымша сызық жүргізу өте маңызды. Өйткені бізге есепті дұрыс шығаруға, нақты жауапты табуға өте үлкен көмегін тигізеді. Сондықтан біз қосымша сызық жүргізуді біз міндетті түрде үйренуіміз керек. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі. Бұл жерде біз неден пайдаланып қараңыздар, иә? Кез келген тік төртбұрыш болсын, шаршы болсын, егер мен диагонал арқылы бөлетін болсам, ол ауданы бірдей болатын 2 бөлікке міндетті түрде бөлінеді. Біз содан пайдаланып отырмыз. Яғни диагоналдың қасиетінен пайдаланамыз. Мына жерде мен кез келген диагонал жүргізетін болсам, бұл диагонал бізде осы тік төртбұрышты аудандары бірдей болатында 2 бөлікке қақ 2-ге бөледі. Сол сияқты біз былай жүргізсек те болады не? Болды. Жақсы, кеттік ары қарай. Так, бөлінгіштіге байланысты тапсырмалар негізі өте көп кездеседі. Математикалық регата бойынша жалпы кез келген олимпиада жұмысында кездесетін тақырыптардың бірі міндетті түрде. Бөлінгіштік белгілерге байланысты үлкен тақырып артистер неде тұр? YouTube каналда толық қарап шықсаңыздар болады. 2-ден бастап кәдімгі қарапайым натурал сандардың бөлінгіштігінен бастап жай сандарға дейінгі бөлінгіштердің барлығы түсіндірілген. Және жай ғана есеп шығарып емес, ол жерде формулаларда нақты бар. Так, есептің шарты қалай бізде? 89 санның алдына бір цифр, соңынан бір цифр тіркеп жазыңыздар дейді. Так, 89, мына жақта жұлдызша. Так, мынада жұлдызша болсын, былай істейік. Мен жұлдызша емес, А мен Б деп ала берейінші. А мен Б-ның мәні бізде бірдей болуы мүмкін, әртүрлі болуы мүмкін, біз білмейміз қазір. Және бұл сан бізде 15-ге бүтіннен бөлінеді дейді. Онда барлық мүмкін болатын сандар жазып шығыңыздар дейді. Яғни А мен Б-ның мәні қандай болуы мүмкін деген сұрақ. Енді бұл жерде біз бірден 15-ге бөлінгіштікті тексере алмаймыз.
Жалпы математикада бізде жұп сан және тақ сан деген бар. Және келесі бізде натурал сандарды бөлеміз. Жай сандар және құрама сандар деп. Бұл жерде 15 деп отырған бізде құрама сан болады. Ал құрама сан біз қандай да бір 2 немесе 3 одан да көп жай сандардың көбейтіндісі болады. Біз содан пайдаланамыз. Онда 15 дегеніміз ол қандай екі санның көбейтіндісі ретінде қарастырамыз. Қалай ойлайсыздар? Так, 3 пен Үш пен 5-тен. бестен. әрине 3 3 пен пен. 5-тің көбейтіндісі. Басқа вариант жоқ бізде. 5 пен Иә. 3-тің көбейтіндісі. Онда 5-тің қараңыз. көбейтіндісі. Онда бізде мынау берілген санымыз міндетті түрде 3-ке бөліну керек және 5-ке бөліну керек. Егер екеуіне бөлінетін болса, онда бізде берілген сан міндетті түрде 15-ке бүтіннен бөлінеді деп айта аламыз. Енді бұл жерде біз мынау ақпаратқа мән беруіміз керек. Кез келген А, Б, С, Д деген санымыз егер 5-ке қалдықсыз бөлінеді, қандай жағдайда? Егер д-ның мәні 0 болса, немесе 5 болса. Яғни екі түрлі жағдай. Кез келген сан 5-ке бөлінеді, кез келген көп таңбалы сан. Соңғы цифры 5 болу керек, немесе 0 болу керек. Болды. 0-0-мен аяқтау керек. Келесі, екінші. Бізде А, Б, С, Д деген көп таңбалы сан кез келген. Ол 4 таңбалы сан болуы мүмкін, 10 таңбалы сан, немесе 20 таңбалы сан болуы мүмкін. Ол бізде 3-ке бөлінеді. Қандай жағдайда? Тақ санды. Жоқ. 3 3-ке бөлінгіштік қандай бізде? Кез пен келген сан 3-ке бөлінеді. 4 санның қосындысы 3-ке бөліну керек. 6 мен 9-мен аяқталады. Цифрларының қосындысы. Цифрлардың қосындысы. Цифрларының Дұрыс айтасыздар, иә. қосындысы. 3-ке Қараңыздар, бөліну керек. әріптестер. Сандардың қосындысы. Көп таңбалы сандар құрап тұрған мынау әріптерді ешқашан сан деп айтпаймыз, әріптестер. Онда қателесеміз. Бізге цифрлар болады. Яғни А Цифрлардың қосындысы. қосылған С, қосылған Д-ның мәні бізде нешеге бөліну керек? 3-ке бөліну керек, әріптестер. Егер менде берілген санның цифрларының қосындысы 3-ке қалдықсыз бөлінетін болса, бүтіннен, онда берілген көп таңбалы сан міндетті түрде 3-ке бөлінеді. Онда біз мына жерде екі түрлі жағдайды қарастырамыз. Қараңыздар. Бірінші жағдай қандай? Бірінші жағдай бізде бұл жерде b-ның мәні 0-ге тең болатын жағдайды қарастырамыз. Онда бізде берілген санымыз А890 деген сан пайда болады менде. Мына жақта бізде 0. Мынау бізде нешеге бөліну керек? Міндетті түрде 5-ке бөліну керек. 3-ке бөліну керек, 5-ке емес. 3-ке бөлінетінін тексереміз. Келесі екінші жағдай бізде b-ның мәні 5-ке тең болатын жағдай. Онда берілген санымыз бізде А895. Мынау санымыз бізде нешеге бөліну керек? 3-ке бөліну керек. Онда біз білеміз қазір екі түрлі жағдайды қарастырам. Егер 5-ке бөлінетін болса, соңғы цифр 0-ге тең болатын жағдайда, немесе 5-ке тең болатын жағдайды қарастырамыз. Енді мұқият болыңыздар. Егер менде соңы 0 болатын болса, мен цифрларды қосамын. Яғни А қосылған 8, қосылған 9, қосылған 0. Осы өрнектің мәні менде 3-ке бүтіннен бөлінетін болса, онда менде берілген санымыз 15-ке бүтінен бөлінеді дегенді білдіреді. Себебі бізде соңы немен аяқталып тұр? 0-мен аяқталып жатыр. Жақсы, енді біз қосайық. 8-ге 9-ды қосамыз де 17, 17-ге 0-ді қосамыз 17-нің өзі. Онда А қосылған 17-нің мәні менде 3-ке бөлінеді. Онда А-ның мәні қанша болуы мүмкін, қалай ойлайсыздар? Неше болады? 4. 4 болады. Немесе 1 болуы мүмкін. Бірді қоя аламыз біз. 1 болуды. 1 қоя аламыз. Егер 1 болатын болса, берілген санымыз бізде 1890 болады. Өйткені бізде 17-ге 1-ді қоссақ 18, 18 3-ке бөлінеді. Келесі А-ның мәні бізде неше болуы мүмкін? 4 болуы мүмкін, е? 4-ті қоятын болсақ, 17-ге 4-ті қоссақ бізде 21, 21 3-ке бөлінеді. Онда бізде 4890 деген сан шығады. Келесі А-ның мәні неше болуы мүмкін тағы да? 7. 7 болуы мүмкін, е. 7-ні қоятын болсақ, бізде 24, 24 ол 3-ке бөлінеді. Онда берілген санымыз бізде 7890 деген сан шығады. Так, келесі А-ның орнына нешені қою мүмкін? Болды, сонымен бітті. Басқа жоқ. Өйткені А-ның мәні тек қана цифр болады, екі таңбалы сан болмайды. Сол себепті бізде мына жерде 3 түрлі мән бар. 1890 болуы мүмкін, 4890 болуы мүмкін, немесе 7890 болуы мүмкін. Яғни бұл 3 түрлі жағдайда ол бізде 15-ке бөлінеді. Ау? 2-ні де, аға. 2-ні? 19 бөлінбейді ғой 3-ке. 19 бөлінбейді. 3-ке бөлінбейді ғой. Так, әріптестер, Аның 19 орнына бөлінбейді. 1-ді жоқ. қоя аламыз. Соңы 5 болса деймін. Соңы. Жоқ, оған әлі барған жоқпыз, әріптестер, аспаңыздар. Иә. Мен бірінші жағдайды айтып жатырмын. Бірінші жағдайда бізде 3 түрлі мән бар. Жақсы, енді мынаған келеміз. А қосылған 8, қосылған 9, қосылған 5,
мына қосындының мәні біз 3-ке бөліну керек. Енді барлығын қосайық. 8-ге 9-ды қоссақ бізде 17, 17-ге 5-ті қоссамыз 22. Сонда бізде А қосылған 22-нің мәні бізде 3-ке бөліну керек. Ең бірінші Аның мәні неше болады? 2. 2 болады, иә? 22-ге 2-ді қоссақ бізде 24, 24 бізде 3-ке бөлінеді. Онда берілген санымыз бізде 2895 деген сан. Бірінші сан кетті. Келесі Аның мәні неше болады? 9 болады. 5. 5 болады, 5 болады. 5 болады, дұрыс айтасыз. 27 болады. 5 болады, иә. 27 болады, 27 3-ке бөлінеді. Онда Иә. 5895 болады келесі санымыз. Так, келесі тағы да Болды. 8. 8-ді қоя аламыз, иә. Өйткені 22-ге 8-ді қоссақ бізде 30 болады. 30 болады, иә. Онда 8895 болады. 8895. Так, Үш келесі түрлі. Аның мәні? Болды. Болды, басқа жоқ әріптестер. Болды. Сонда бізде 6 түрлі жауап бар екен. 1890, 4890, 6-ны 2-ге 7890. көбейтем, 12 шығады. Так, 2895, 5895, 8895 болды. Сонда бізде барлық мүмкін болатын сандар, ол бізде 6 түрлі сан бар. 6 түрлі. 6 түрлі сан бар. Болды, әріптестер, шықты. Біз сонда осындай алгоритммен шығарамыз. Яғни берілген сан, егер құрама сан болатын болса 15, онда ол біз қандай да бір 2 жай санның көбейтіндісі ретінде қарастырамыз, және оны жеке-жеке қарастыруымыз керек. Біріншісі санға бөлінетін болса, онда екіншісіне байланысты мүмкін болатын мәндерді тауып аламыз. Жақсы, түсінікті болса бірден плюс, сұрақ болса қойып жіберіңіздер. Так, 6 түрлі жауап бар бұл жерде. Мүмкін болатын барлық мәндерді жаз деп тұр. Егер сіз толық ұпай аласыз, егер 6 санның барлығын осы талдаумен жазатын болсаңыз. Егер тек қана мынау 1890 деп жазып қоятын болсаңыз, егер сізге 12 ұпай берілетін немесе 10 ұпай берілетін болса, онда максимум 2 ұпай аласыз немесе 3 ұпай аласыз. Бұл толық ұпай ала алмайсыз. Сол себепті бұл жерде мүмкін болатын барлық мәнді жазу керек. Жақсы, кеттік ары қарай. Талдау жасау өте маңызды, әріптестер. Сондықтан дәптерге жазған тек қана шерневетке жазып, дәптерге жай ғана жауабын жазып қоятын болсаңыз, онда қателік кетуі мүмкін. Сол үшін есеп шығару барысында есептің толық дәлелдеуін алгоритм бойынша толығымен жазу керек. Жақсы, кеттік ары қарай. Дауыстарыңызды өшіремін. Давайте 2 минут уақыт беремін. Бірінші шығарып көріңіздер толыққанды. Сосын көрейік. Так, Марат 10 мен 14-тің арасындағы сандардың келесі заңдылықпен қосындысы 2026-ға тең болғанға дейін жазды. Сандар тізбегінде тақ цифрлар неше рет кездеседі? Бұл жерде заңдылықты табу үшін біз қарапайым периодты табу үйренуіміз керек. Әрине, бұл жерде период табу өте маңызды. Период бойынша 10, 11, так, 10, 11, 12, 13, 14. Келесі 13, 12, 11, 10. Заңдылық былай екен ғой бізде. 10-нан бастап 14-ке дейін жазылады. Ары қарай 13-тен бастап қайтадан 10-ға дейін жазылып отырады. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 11, 10. Немесе 11-ге дейін деп алсақ та болады мына жерде. Есептің шартын. 10-нан 11-ге дейін тура солай жалғасады. 10-нан 11-ге дейін мына жерде. Период 8 бола ма дейді. Мүмкін, 8 болуы мүмкін.
Так, әріптестер, есептің шартын қараңыздар, иә. Марат 10 мен 14-тің арасындағы сандарды келесі заңдылықпен қосындысы 2026-ға тең болғанға дейін жазды. Сандар тізбегіндегі тақ цифры неше рет кездеседі? Бұл жерде тақ сандар деп тұрған жоқ, сұраққа мән беріңіздер, иә. Сұрақ бізде сандар тізбегіндегі тақ цифр неше рет кездеседі? Тақ сандар деп сұрап тұрған жоқ, соны мән беріңіздер. Сұрақ бұл жерде сәл басқаша. Әрине, бұл тапсырманы шығармас бұрын ең бірінші біз қарапайым периодты тауып алуымыз керек. Қандай периодпен қайталанады деген сұраққа жауап береміз. Бұл жерде байқайтын болсаңыздар, бізде 10, 11, 12, 13, 14, ары қарай бізде 13 болып кетеді енді. 13, 12, 11, 10, ары қарай 11, 12, 13, 14, 13, 12, 11, 10, 11, 12. Ары қарай жалғасып кете береді. Так, 3039. Қалай ойлайсыздар, ең бірінші қалай жасауымыз керек біз? Қандай амалды қолданамыз бірінші? Қандай период бізде қайталанып тұр? Бірінші амалдан бастайықшы, не істейміз біз бірінші амалдан? 2026-ны 8-ге бөлейік па? Так, бұл жерде әріптестер, 2026-ны 8-ге бөлеміз. 253 шығады. әріптестер, стоп. Бізде 2026 сан деп тұрған жоқ, қосындысы 2026. Шатастырмаңыздар. Қосынды, әріптестер, қосынды. Онда былай табамыз қазір. Сәл ойланып жауап берейік. Дауыс әдісімен ба? 10-нан 11-ге дейінгі 8 санды қосып алатын шығармыз. 96 Өте шығады жақсы. екен. Сосын не істейміз? 96-ға бөлеміз. 26-ға бөлеміз. Өте жақсы. 96-ны Иә. 26-ға бөлеміз. Бұл жерде байқайтын 2026 болсаңыздар, әріптестер, қарапайым периодты көрдіңіздер ғой, иә? 10-нан бастап Иә. 10-ға дейін. 10-нан бастап 10-ға дейін. Так, 11-ге дейін. Қателесемін жерде. 11-ге дейін 8 сан бар. 11-ге дейін. Ары қарай тағы да солай қайталанады. 10-нан 11-ге дейін. Аха. Тура солай қайталанады енді. 10-нан бастап ары қарай тағы да 11-ге дейін аламыз. Сонда байқайтын болсаңыздар, қарапайым Бұлардың қосындысы период бізде 96 болады. әрбір периодта бізде 8 элемент бар. Мына жақта бізде 8 элемент бар. Мына жерде де 8 элемент бар. Бірақ бізде Иә. барлығының қосындысы менде 2026-ға тең. Енді біз қалай жасауымыз керек? Ең бірінші осы 8 элемент 2026-ны 10 қосылған 11 қосылған 8 элемент қосып аламыз. дұрыс, иә, 8 96 шығады. 96 шығады. 13 96 шығады. 12 қосылған 11 90. 6. 6. Енді 2026-ны 96-ға бөлеміз. Так, 21 шығады. 21 период. 21 10 қалдық қалады. қалдық қала ма? 10 Иә, қалдық 10 қалады. қалдық Дұрыс, қалады. өте жақсы, 10 Сол қалдық. 10 қалдықтағы тақ цифрларды санаймыз. Так, 10 енді қалдық қараңыздар, иә. деген. Бұл жерде байқайтын болсаңыздар, 21 период қайталанады деген сөз, мынадан бізде 21 штук бар дегенді білдіреді. Міне, осындай период. Аха. Енді қарайық, біз әрбір периодтағы біз тақ цифрларды санап аламыз. Қараңыздар. Міне, 1 бар, 1, 12 тақ цифр бар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. 10, 12. 12. 12 бізде 10 12. қалдық бар. Дальше 2 сан жүреміз. 10 Әріптестер, асықпаймыз қазір. 1 минут күте тұрыңыздар. Енді қарайық. Бізде әрбір периодта 12 тақ 12 цифр бар. қалдық бар. 12 тақ цифр бар. Иә, 12 тақ цифр бар. 12-ні 21-ге көбейтеміз, дұрыс па? Иә. Так, оған қосамыз нешені? 200, 10. 202, 21-ге көбейткенде 252 болды. Мгм. Арада қалдықты қосқан қалдықтың ішінде Так, енді 10 әріптестер. қалдықта бізде 10 10 қалдық дегеніміз не ол бізде? қалдық дегеніміз 10 сан ғой. 10 сан Просто әріптестер. 10 10 сан, 10 сан. 10. Бір Мына ғана соңғы тақтан бар. периодта тек қана бізде 10 ғана қалды, болды. 12, Болды. 15-ті қосамыз Біреу, онда иә? жаңағы. Мынаған 1-ді қосып береміз, болды, дұрыс қой, иә? Бірді қосамыз. Тек қана Иә. бірді қоссаң. 1-ді Вообще қосамыз. 267.
тақ цифр болады. Так, онда қарайық. 12-ге 21-ді көбейтсек қанша болады бізде? 252. 152, иә? Оған 15-ті қосамыз. 10 15 саннан емес, Бірді қосамыз. бірді қосамыз. Бірді қосамыз ғой. Так, 253. 252-ге бірге қосамыз, 253 болады. 253. Так, енді мына жерде не үшін бірді қостық түсіндіріңіздер енді. 10 деген қалдықтың бір 10 деп отырамыз, мына 10 әріптестер. Мына 10 бір тақсан. болды. Сіздер ана бір саны бар. сізге мынандай сұрақпен шатастырып жатсыздар әріптестер, байқадыңыздар ма? 10 деген сан емес па, ол 10 Иә. қалдық. 10 деген период- санның өзі емес қой ол жерде. Периодтың бірінші саны ғой, периодтың бірінші саны. Дұрыс, периодтың бірінші саны. Бізге мына жерде былай тұрған жоқ қой, әріптестер, 2026 орында қандай цифр болады деп сұрап тұрған жоқ. Немесе 2026 цифр сан қайталанады деп тұрған жоқ бізге. Бізге сұрап тұр қосынды. Сондықтан біз Қосындысы деп. 2026-ны 96 әрбір периодтағы санның қосындысына бөлетін болсақ, ол 21 деген бөліндінің мәні шықты, яғни 21 рет период қайталанады, бірақ соңғы периодтың 10 деген саны қалып қояды. Болды. Ол 10 дегеніміз бізде қалдық, бірақ ол 10 деген санды білдіреді. Шатастырмаңыздар. Мына бізде сан. Сондықтан бізде 253 рет қайталанады бізде. Сонда ана 10 деген қалды. Қалдық емес ол, бірінші периодтың Жоқ, бірінші саны. Ана жерде шығып тұр, Қалдық 10 дұрыс. деген қалдықта периодтың бірінші саны болады ғой, иә? Иә, бірінші санның өзі. Иә, түсіндік. Бірінші сан асып қалды деген сөз ғой. Біз ана 21 периодқа Иә. 8 элементтен қойған кезде ең соңында 10 деген сан қалып қойды. Болды. Соны айтып жатыр бізде. Түсінікті. Сондықтан әріптестер, сұраққа мән береміз, иә? Сұрақта қанша сандар тізбегінде тақ цифрды сұрап жатыр бізде. Тақ сан емес. Алдыңғы сабақта бізде WhatsApp'та алдаған кезде кейбір мұғалімдерде бізде осындай спор болған. Тақ сан немесе тақ цифрға байланысты қателік кеткен. Сондықтан әріптестер, сұраққа міндетті түрде мән береміз. Асығудың қажеті жоқ. Жақсы, кеттік ары қарай. Түсінікті болса плюс қоямыз әріптестер. Сұрақ болса бірден қойып жатыр. Дауыстарыңыз қосылып тұр. Қызық есеп екен. Иә, бұл енді нағыз спор болатын есептердің бірі. 12 деген не? Түсінбей қалдым соны. 21-ге көбейткендегі. Так, 12 12 не? 21-ге. период қой әріптестер. 12 период бар ғой. Цифр ғой. Иә. Тақ цифр 12 ғой. Периодтағы 12 тақсан. Периодтың ішіндегі 12 тақ 12 цифр. 12 әрбір периодтағы цифрлардың саны. Цифр саны ғой. Мына жақта Тақ цифрлардың саны. Түсіндім. Жақсы, түсінікті цифрлардың саны. бізге өйткені тақ цифрды сұрап жатыр мына жерде. Сол үшін. Жақсы, кеттік әріптестер. Келесі. Осы тапсырмада өте көп спор болды әріптестер. Давайте бірінші шығарып көріңіздер. Бізде кейбір әріптестермен WhatsApp'та тікелей онлайн видео звонок жіберіп талдағанымыз бар осы себепті. Қазір енді вообще талдап көрейік. Бізде бұл жерде әріптік ребустар. Мынау менде 4 таңбалы сан, 2 таңбалы сан, 1 таңбалы сан, 1 таңбалы сан. Бірақ бізде шарт бар. Бірдей әріптер, бірдей цифрлар, әртүрлі әріптер, әртүрлі цифрларға тең. Сонда бізге m-нің мәнін табу керек бұл жерде. Давайте былай жасайық. Нақты уақыт берейік. Сіздерге 3 минут уақыт берейік. Бірінші шығарып көріңіздер. Қандай жауап болуы мүмкін. Так, бұны енді оңайырақ шығару үшін, сәл өзімізге ойлануға оңай болу үшін баған бойынша жазып алсақ, негізі оңай есептеуге болады. Әлем. Сосын бізде әл. Сосын е. Сосын м. Қосатын болсақ, бізде баған бойынша. Бізде шығу керек, мына жақта 1, мында 2, мында 0, мында 2.
2021. Енді бұл жерде әнің мәнінің қанша екені түсінікті. Себебі есептің шарты бойынша байқайтын болсаңыздар, бірден мына жердегі L-дің орнында ойдағы бір болды да, біз мынау L-ге қандай да бір бірді қосқан кезде нөлмен аяқталсан шықты. Бұл жерде енді біз L-дің мәнін бірден көре аламыз, нешеге тең болатынын. Қалай ойлайсыздар, L нешеге тең? Бірден ауызша айтуға болады. Қандай цифр болуы мүмкін L-дің мәні? 9-ға тең. 9 болып, Басқа мүмкіндік жоқ бізде. Тек қана 9 деген иә. вариантты қоя аламыз. Себебі бізде нөлмен аяқталып тұр, ол бізде 20 болмайтын түсінікті. Сондықтан бізде ойдағы бір болғандықтан мынау L-дің мәні әрқашан 9 болады. Онда мынау 0. Енді бізде әнің мәні бірге тең екені бірден түсінікті. Бірге тең Бізде болады. бір ойда бар. Онда әнің мәнін біз 1, L-дің мәнін біз 9 деп аламыз. Онда мынау да бірге тең. 19 болады сонда ол. Мынау 19 болады, иә. Сонда бізде 1900 ля-ля-ля деген сан бар бізде. Оған 19-ды қосамыз, оған n-ді қосамыз, m-ді қосамыз, бізде 2021 шығу керек. Енді табу өте оңай. Енді ары қарай талдау жасау қиын емес. Мен жауапқа жазбам, 1987-ге қосамыз. Дұрыс, әріптестер, 1987. Бұл жерде бір-ақ вариант бар өзі. Болды. N-нің мәні бізде 8 болады. Онда m-нің мәні бізде нешеге тең болады? 7-ге тең болады, иә? Мынамен бірдей болады. Так, мынау бізде 21. 31 ма, 21 ма? 31, иә? Так, үш ойда. Дұрыс шығып тұр ғой, әріптестер, иә? Болды. 1987, 19, 8, 7. 2021 шығады. Әріптестер, кімге түсінікті талдау жасау? Плюс сұрақ болса бірден қойып алыңыздар. Түсінікті болды. Түсінікті. Негізі мынау соңынан бастасаңыз оңайырақ, әріптестер. Өйткені біз нақты білеміз, бұл жерде L-дің орнында 9 болатынын ойланбай жауап беруге болады. Өйткені бізде 0-ді көріп тұрсыз ғой. Онда ол 10 болатыны түсінікті. Өйткені L-дің орнынан 0 болса қайтадан 0 түсу мүмкін емес. 0 түсетін болса, онда ана жақтағы 2 қайтадан шықпайды. Онда мынаның мәні басқа 2 болуы мүмкін. Онда бізде мына жақта теңдік орын болмай қалады. Сондықтан L-дің орнына біз 9-дан бастаймыз. Қалғанын табу қиын емес. Жақсы. Кеттік ары қарай. Жалпы кез келген математикалық ребустарда, әріптік ребустарда міндетті түрде шығару барысында міндетті түрде бірінші біз алгоритмді нөлге тең емес әріптерден бастаймыз. Бұл жерде әнің мәні біз нөлге тең емес екенін білеміз. Және енің мәні ешқашан нөлге тең болмайды. Өйткені бізде мына жақта бір таң болсам болғандықтан. Емнің мәні де нөлге тең болмайды. Яғни ең жоғарғы разряд бізге нөлге тең емес дегеннен бастасақ, ары қарай шығару қиын емес. Екінші біз талдау жасаймыз мүмкін болатын әріптерге байланысты. Бұл жердегі әнің мәні 1 болуы мүмкін, немесе 2 болуы мүмкін деген ықтималдықты жазып аламыз. Енді нақты білеміз, бұл жерде L-дің мәнінің 9 екені бірден түсінікті, өйткені бізде 10 мен аяқталып тұр. Ол 20 болмайтын түсінікті бізге. Сондықтан осындай талдау жасаймыз. Сосын барып бізді есепті шығару, цифрларды қарау шеңберімізді кішірейтіп аламыз. Сосын барып талдау жасау өте маңызды. Оңайырақ болады бізге шығару. Эфир қанша сағат болады? Ойбай, уақыт неше болды бізде? Мен уақытқа қарамаппын ғой, кешіріңіздер. Осы есептердің барлығы математикалық регатада болған есептер ма? 100% келген мектептер, әріптестер, аудандық кезеңде, облыстық кезеңде мен әр өңірде келген Біздің мектепке айтылмапты да, бізден бір мұғалімді былай жібере салған ғой, ортадан ондай айтылған жоқ та. Сосын есептерін көріп жатырмын ғой. Түсінікті. Біздің ауданда да болған жоқ регата. Негізі кейбір аудандарға хат барған жоқ. Бірінші болғанын білмеймін, не үшін, қандай себепке байланысты. Кеттік, соңғы тапсырма, әріптестер, көрейік. Мен уақытқа қарамаппын, әріптестер, мен сіздерге есеп шығаруға кіріп кетіп, ұмытып кетіп жатырмын. Осы бетке байланысты есептен өте көп қиналамын. Бұл жерде енді бетке байланысты тапсырмалар бізде екі түрлі форматта болады. Біріншісі санды цифрға айландыру, екіншісі бізде цифрлы санға айландыру. Бірінші формат енді оңай, екінші форматтан көп жағдайда қиындық болады. Енді осыған байланысты тақырыпта бізде YouTube каналда бар, әріптестер, мен арнайы 1 сағаттық сабаққа мен түсіндіргенмін. Егер уақыттарыңыз болса, қарап шығуға болады. YouTube каналға тіркелген болсаңыздар, арнайы 38 сабақтың тізімі тұр, сол жерден кіруге болады. Так, қарап көрейік. Сөздік кітапта 1298 беттен тұрады. Ойбай, мынаны оқып болу үшін 1-2 жыл уақыт кетеді. Так, 1298 беттен тұрады. Бізге қанша цифр қажет дейді. Әріптестер, бұл жерде қараңыздар. Жалпы сан мен цифрға байланысты есепті шығармас бұрын біз мынау ақпаратқа қатты мән беруіміз керек. Ол біріншісі
сан деген ұғым бар бізде математикада, және цифр деген ұғым бар. Екеуі бізде екі түрлі ұғым. Кейде анау сан деген қазақша, цифр деген орысша болуы мүмкін, бірақ ондай емес. Сан дегеніміз бізде шексіз болады математикада, ал цифр деп отырған бізде ол 0-ден 9-ға дейін тек қана 10 цифр бар бізде. Бар болған 10 цифр. Енді біз мынау 1298 бетте қанша цифр бар екенін білу үшін біз нақты мына ақпаратқа мән беруіміз керек. Егер менде бір таңбалы сан болатын болса, олар әрқашан бір цифрдан тұрады. Екі таңбалы сандардың барлығы бізде екі цифрдан құралады. Үш таңбалы сандар үш цифрдан солай кете береді. Онда берілген мына 1298-ді біз аралықтарға бөліп аламыз. Өзімізге түсінікті болу үшін. Бұл бізде бір таңбалы сан 1-ден 9-ға дейін. Екі таңбалы сан бізде 10-нан бастап 99-ға дейін. Үш таңбалы сан бізде 100-ден басталады, 999-ға дейін. Төрт таңбалы сан бізде мына жақта 1000-нан басталады, 1298-ге дейін. Мынау есептің шартындағы. Енді қарайық, осы жерде ең маңызды мұқият мән беретін жағдай бар. Ол бізде бір таңбалы сандар 1-ден 9-ға дейін болғандықтан, бұл жерде 9 бір таңбалы сан бар. Бұл енді түсінікті. Өйткені 1-ден бастап 9-ға дейін 9 натурал сан бар. Оны біз 1-ге көбейтеміз, себебі ол бір таңбалы сандар. Мына жерде менде 9 цифр қолданылады. Жақсы. Енді келесі, 10-нан 99-ға дейін бізде қанша екі таңбалы сан бар? 90. 90. Дұрыс. Өйткені біз 99-дан 9-ға азайтамыз. 180 цифр бар. Так. 90-ды 2-ге көбейтеміз. 90-ды 2-ге көбейтіп береміз. Өйткені әрбір екі таңбалы сан екі цифрдан тұрады. Сондықтан 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 180 цифр болады. Жақсы. Так, мына аралықта қанша таңбалы сан бар? 900 сан. 900 сан бар. Дұрыс. 9 сан 3-ке көбейтеміз. 2700 болады. 2700 цифр бар. Так, мына аралықта қанша сан бар бізде төрт таңбалы? 299. Дұрыс айтасыз. 299 сан бар. Көбейтеміз 4-ке. Так, көбейтеміз төртке 4-ке. Қанша болады бізде? 1196. Өте жақсы. 1196. 1196. Барлығын қоссақ, Болды, барлығын қосып береміз енді. Сонда бізде цифрлардың саны шығады. Так, барлығын қосу қиын емес сияқты бізде. Так, 1196, 2700 қосамыз. 4085. Так, 4085 па? 4085 цифр болады. Болды, есеп шықты әріптестер. 1196, оған 2700-ді қосамыз, оған 189-ды қосып береміз, сонда 4085 цифр шығады. Жалпы сан мен цифрға байланысты тапсырмаларда әріптестер біз ең бірінші мынау ақпаратқа мән береміз. Міндетті түрде. Сосын барып біз есептің шартына байланысты шығарамыз. Енді әрине бұл жерде формуламен шығаратын кейбір жағдайлар бар, бірақ формула енді барлық жағдайға үнемі келмейді. Сондықтан сіздерге мен нақты арифметикалық тәсілді көрсетіп жатырмын, аралықтарға бөлу арқылы. Ал бұл тәсілмен біз кез келген тапсырманы осыған ұқсас шығаруға болады. Жақсы, кімге түсінікті? Бірден плюс қоямыз. Сұрақтарыңыз жоқ болса. Ағай, осы кейде кітаптың модельі 3 беттен басталады деп жатады ғой. Кейде несінде ше? Сіз мына жерден бастайсыз міне. Егер менде мынау кітаптың беті 4 деген саннан басталады десе, 4-ші беттен, онда сіз жазасыз мына жерде 1-ден 9-ға дейін емес, 4-тен 9-ға дейін деп қарастырасыз. Бір таңбалы сан. Онда мына жерде қанша болады? 9-дан біз Жазылса осы тәсіл қолданамын. Жазылмаса 1-ден бастап пайдалана беремін. әрине, міндетті түрде. Егер сізге ескертілмеген жағдайда, онда 1-ден бастайсыз. Егер сізде ескертіледі, кітаптың беті 4-ші беттен басталады деп айтылуы мүмкін басында. Немесе айтылады сізге, басында 1-ден бастап 3-ке дейінгі беттер жоқ, жыртылып қалды, қалғанында қанша цифр қолданады деген сияқты беріледі. Ондай жағдайда біз аралықтарға байланысты 4-тен басталатын болса 4-тен 9-ға дейін, 7-тен басталатын болса 7-тен 9-ға дейін, тағы да сол аралықтарға бөлеміз. Жоқ беттерді алып тастаймыз жай ғана. Жақсы түсінікті. Жақсы түсінікті. Сұрақ жоқ қой әріптестер, Түсінікті. Жақсы. Так, әріптестермен 1 сағатқа жоспарлап едім, есімнен шығып кетті, уақыт кешірім өтінемін. Мен аяқтап тастау керек болды есептерді. Жақсы, онда бүгінгі сабағымыз осыраға дейін болсын. Біз ертең кешке тағы да кездесеміз сіздермен. Ертең кешке біз жоспар бойынша Алтын тұғыр олимпиадасының осы жылға келген республикалық деңгейде келген тапсырмасын талдау жасаймыз, немесе бастау олимпиадасының тапсырмасын талдау жасап көреміз. Енді көреміз ертең уақытқа байланысты. Алтын тұғыр талдайық. Жақсы, республикалық кезеңді талдап көрейік нақтылап келген. Жақсы әріптестер, сау болыңыздар. Келесі ертеңгі сабақта.